Сәлеметсіздер ме? Бүгін өзімнің қазақ әдебиеті пәнінен өткізген ашық сабағымда қолданған әдіс-тәсілдерді сіздерге ұсынғалы отырмын. Қызық болса, соңына дейін қараңыздар, бірге болыңыздар. Оқушылармен сәлемдесіп, ынтымақтастық атмосфераны қалыптастырып болғаннан кейін оларды Flippity платформасы арқылы топқа бөлдім. Айтпақшы, ұмытпай тұрғанда айтайын, сабақтың тақырыбы Роза Мұқанова мәңгілік бала бейне. Сабағымыздың мақсаты шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Мен өткен сабақпен байланыстырып, сонымен қатар миға шабуыл жасау үшін өзімнің авторлық күш білімде әдісін қолданып, оқушыларға өткен тақырыптар бойынша сұрақтар берілді. Бұл ОНО картасы негізінде жасалды. Каналымда бар, қарап кетсеңіздер болады. Келесі тапсырма делается, яғни describe, бұл оқығандарыңды сипаттаңдар, топтық жұмыс ретінде берілді. Келесі explain, бұл оқиға бойынша не білетіндеріңді, не білгендеріңді, не түсінгендеріңді суреттеңдер. Және де анализ, яғни ақпаратты талдайды. Links, болжам немесе қорытынды жасау үшін өзіндегі бар білімімен толықтырады. Осы жерде айта өтейін, менің сабағымның барлық процесі класс Dojo платформасы бойынша жүргізілді. Оны тағы да кейін толығырақ түсіндіретін боламын. Ләйлә көбіне аймен сырласады. Бар мұның зарын қайықсын, қасіретін оған айтумен болады. Ал екінші бізде анасы секілді сіздер себебі оның жақындары жоқ болғанда өзіңіздің айналасындағы адамдар экология туралы жалпы барлығы сол сіздерге сұрап тұрғаным өткен сұрақпен байланыстырыңдар деген. Бұл жерде экологияға адамдарды зиянының тиюі туралы айтылып жатыр. Жақсы, рахмет. Енді бүгінгі сабақта біз Каусарға бал береміз. Келесі пайдаланған әдіс бұл 3 қадам, яғни бірінші қадам көтерілген мәселе, екінші Ләйләнің трагедиялық тағдырының себебі, үшіншісі қазіргі заманда өзекті мен неліктен. Бұл бір жағынан функционалдық сауаттылықты дамытуға арналған тапсырма. Байқап қарасақ, оқушылардың өзіндік пікірлері, қызығушылықтары, яғни шығарманы түсінгендігі, өздерінің пікірін айтқысы келіп отырған ниеттері көрініп отыр. Жиді болып қалған анасы мен әкесінің барлығы кемсіткеннен кейін сол мәселе болып, автор соны не істеген болып бізге бейнелеген. Қосатындарыңыз бар ма? Әңгімеде көтерілген мәселе дейтін Ләйләнің әңгімелесетін, оны тыңдайтын ешбір жанның болмауы. Ол тіпті қатер апасына өзінің ішіндегін айтса да оны түсінбейтін еді. Сен не айтып тұрсың деген сияқты. Ол сондықтан өзінің анасындай көріп айды сырласып, солай ішіндегі бәрі мұңын айтып. Келесі тапсырма. Біз бағаналы бері шығарманың идеясын ұлттық мүдде тұрғысынан ауызша орындап айтып жатырмыз. Енді бұл жерде мен өзім шығармадан үзінділерді алып бердім және оқушы класс Dojo платформасы арқылы өзінің сол шығармадан үзіндісіне қандай ұлттық құндылықты көріп тұр, соны жауап ретінде жазып жіберетін болады. Класс Dojo платформасы туралы айтып өтейін. Бұл оқушыларға өте қызықты платформа. Яғни басында оқушылардың аты жөні осылай шығып тұрған кезде өздеріңізде сабақта байқағандарыңыздай жұмыртқа кейпінде тұрды. Оларға ұпай берілген сайын олар кішкентай монстрлар болып өсті. Яғни осы жерден барлығы кімнің сабаққа белсенді қатысып отырғанын немесе тапсырма орындамай отырғандығын көре алады. Сонымен қатар бұл жерде жалғыз бал қою емес, тапсырма беру, өзге де құралдарды пайдалануға болады. Сабаққа кері байланысты Mentimeter платформасы арқылы онлайн алдым, яғни сабақ қалай өтті, не қызықты, не қиын болды деген сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар өздерінің жауаптарын жіберді. Солайша өз мақсатына жете алған, уақытты тиімді пайдалана алған жақсы сабақ болды деп есептейміз. Қандай кемшілік, қандай жетістік бар, сізде пікірге жазып кетсеңіз болады. Үйге тапсырма жазып алдыңыздар ма?